Ауылдағы үйдің құпиясы. Ешкімге айтылмаған шындық. Сол үй маған қалмай қойса екен деп тілегенмін, бірақ тағдыр бәрібір итеріп апарады. Ауыл тыныш, тек мен тұрған үй ғана түнде тірі адамдай тыныштықты бұзады. Менің атым Айша, қалалықпын, жолдасыммен ажырасып кеткенмін. Балам жоқ, Алматыда пәтер жалдап, аудармашы болып жұмыс істейтінмін. Бәрі жай ғана өмір, жай ғана күндер болып өтіп жатқан. Бірақ бір күнде бәрі өзгерді. Әжем қайтыс болды. Біз көп сөйлесе бермейтінбіз. Ол ауылда, мен қалада, бірақ неге екенін білмеймін. Мені соңғы мирасқор етіп қалдырған. Телефоныма заңгер хабарласып, сізге үй, жер және іштегі барлық дүниелер қалдырды деді. Мен таң қалдым. Неге мен? Әжемнің өз балалар бар еді ғой. Мен бұл үйді ешқашан көрмегенімде, бірақ барғым келді. Бәлкім тыныштық үшін, бәлкім жаңа өмір бастау үшін. Ауылға келген күн. Шілде айы. Күн күйіп тұр. Жолда тоқтаған автобус жалғыз мені түсіріп кетті. Қолымда чемодан. Телефонымда интернет жоқ. Ауыл тып-тыныш, біртүрлі тым-тыныш. Үйге кіргенімде басқа әлемге түскендей болдым. Барлығы сол қалпында. Үстелде әжемнің көзілдірігі, кереуеттің жанында таяғы, сағаттың тық-тық етіп тоқтамай соғып тұры. Мен тек қана бұл үйге бөтен сияқтымын. Кешке шам жақтым, электр желісі әлсіз. Шам бір жанып, бір сөніп тұр. Түн болды, ал мен көз ілінбедім. Түнгі сағат 2:13-те есіктің тұтқасы қозғалғандай болды. Құлақ тұрдым. Тағы да дыбыс, бірақ ешкім жоқ. Таң атты. Ауыл адамдар маған күмәнмен қарады. Көршім, Қатира апа, 70-тен асқан кемпір, тек маған қызым ана үйде ұзақ тұрма деді де кете барды. Не үшін екенін айтпады, ал мен бұл сөзге мән бермедім. Қалуға шешім қабылдадым. Бірақ мен әлі білмедім. Мен бұл үйге келген күні тыныштықтың өз еркіммен бұл үйден кетіп қалғанмын. Түнде қайтадан сағат 2:13 болды, және бұл жол есік өз-өзінен сықырлап ашылды. Түн тағы да тыныш өтпеді. Сағат 2:13. Бұл жолы мен көзімді жұмып жата алмадым. Дәл есік жақтан әлде бір қозғалыс болды. Басымнан шыт жамылып, жаймен орнымнан тұрдым. Есіктің тұтқасына қарап едім, баяу қозғалды, бірақ ашылмады. Келесі күні бұлтты болды. Үйдің іші тазалап жүріп, сөрелерді аштым. Ескі газеттер, суреттер, хаттар және еденнің бір бұрышындағы ескі кілемнің астында бір тақтаның сәл көтеріліп тұрғанын байқадым. Көтеріп көріп едім, астында кішкентай жасырынған қуыс бар екен. Қуыс ішінде жыртылып тозған темірмен қапталған күнеге күнделік жатты. Ашуға қорқтым. Бірақ қызығушылығым баса түсті. Күнделіктің алғашқы бетінде 1992 жылы көктем, менің атым Гүлзада. Бұл үйде мен тірі адам сияқтымын, бірақ ешкім мені естімейді. Олар мені жек көреді. Түнде мен бөлмеме қамап тастайды. Мамам мен папам емес, олар басқа адамдар. Менің жүрегім суып кетті. Бұл кімнің баласы? Бұл үйде кім тұрған? Кім бұл жазбаларды қалдырды? Күнделіктің әр беті сұмдық сырға толы еді. Кейбір беттерінде мен айнаға қарап өзімді көргім келмейді. Себебі олар маған сен тірі болсаң да тірі емессің дейтін. Кеше түнде тағы да сыртқы үйдің қоймасынан алып барды. Қойма. Бұл үйдің артқы жағында шөп арасында жасырылын темір есіктің ескі сарайы бар еді. Мен бала кезімде оны мүлдем көрмеппін. Ертеңгі күні күтуге тура келді. Келесі түн. Сол баяғы 2:13. Есіктің тұтқасы енді сырқ етпей ашыла салды. Мен орнымнан тұрдым. Бұл жол қорықпадым. Жанымда фонарь алып сыртқа шықтым. Түн тыныш, аспанда бұлт, ауылдағы әрбір бұрыш мені бақылап тұрғандай. Артқы сарайға жеттім. Есік құлыпсыз екен. Ішке кіріп фонарьмен жарық түсіріп едім. Қабырғада сурет ілулі тұр. Жас қыз. Шамамен 12-13 жаста. Үстінде ескі көйлек, көздері тым мұңлы. Төменгі сөреде тағы да бір дәптер. Бұл күнделіктің жалғасы. Маған онда көмектесетін ешкім жоқ.
Егер осы жазбаны оқып отырған жан болса, өтінемін, менің атымды ұмытпа. Менің өмірім болды, мен тірі болғым келіп еді. Мен қайтадан үйге жүгіріп кірдім. Жүрегім тарс-тұрс деп соғып, көзіме жас келді. Бұл қыз кім болды? Ол қайда кетті? Неге ешкім оны еске алмайды? Неге бұл үй туралы ауылдағы адамдар үндемейді? Сол сәтте түсіндім. Бұл жай үй емес. Бұл жерде жасырылған өмір, айқайсыз кеткен жан, естен шығарылған шындық жатыр. Ал мен сол сәттен бастап өзімнің бұл үйге не үшін келгенімді түсіне бастадым. Менің де жүрегім тыныштықты емес, әділдікті іздейтін болды. Ол түні менің есімнен кетпейтін түндердің бірі болды. Сарай ішінен шыққаннан кейін үйге әрең жеттім. Қолымдағы күнделікті қайта-қайта оқып, әр сөйлемінен сескеніп отырдым. Сол түні көзім ілінбей шам сөндірмей жаттым. Сағат 2:13. Енді бұл уақыт мен үшін жай сандар емес еді. Терезенің сыртында қозғалыс байқалды. Пердені сәл ашып едім, біреу тұр. Ақ көйлек киген қыз. Қара шашы ұзын, басы сәлеңкейіп терезеге қарап тұрды. Менің тереземе. Жүрегім тоқтап қала жаздады. Пердені дереу жаптым, қолымда күнделікті алдым. Шашым тітіркеніп тоңып кеттім. Қайталап өзіме, бұл жай ғана елес, бұл жай ғана шын емес, бұл жай ғана елес, дедім. Ұйықтамадым. Терезе сыртында ештеңе қалмаған, бірақ есік алдында кішкентай қыздың ізі түсіп қалыпты. Қара жерге түнде жаңбыр жауған із анық. Мен ауыл мешітінің жанында тұратын Нағашыбай атаны іздеп бардым. Ол ауылдың көне тарихын білетін бұрынғы мектеп директоры. Сәлемдесіп, ішке кіріп, болған жағдайдың жаймен айтып бердім. Ол үнсіз тыңдады. Сосын басын изеп, сен бәрін білгің келсе, шындыққа дайын бол деді. Сөйтті де шымыр даусымен баяндап кетті. 1992 жылы осы ауылда бір қыз бала жоғалды. Гүлзада есімі. Ата-анасы жоқ. Бір отбасын асырап алған, бірақ қыз тым тұйық еді. Сөйлеспейтін, жыламайтын. Ол отбасы сенің әжең мен атаң болған. Гүлзада оқуға бармайтын, ауыл оны сирек көретін. Бір күн мүлде жоғалды. Полиция келді, іздеу салды, бірақ табылмады. Үй іші қашып кетті деді. Бірақ ел іші басқаға сенді, себебі кейбір көршілер түнде қыздың айғайлаған дауысын естіген. Сондан бері сол үйге ешкім тұрақтамады. Ал сенің әжең содан соң ешқашан ол туралы сөз қозғамады. Бұл менің құпиям деген жалғыз сөйлеммен шектелетін. Менің жан дүнием қопарылды. Сонда мен тұрған үй сол қыз жоғалған үй ме? Сонда менің әжем оның асырап алған анасы болған ба? Ал мен не үшін келдім бұл үйге? Күнделікпен көрген елестер бекер емес. Мен шындықтың шетін келіп тұрмын. Сол түні қайтадан ол қыз терезенің сыртында тұрды, бірақ бұл жолы жақындап келді. Терезеге алақанын қойды, қарадым, ол Гүлзада екенін сенімдімін. Ол ернін жыбырлатты, бірақ дауысы шықпады. Мен еріннен оқыдым. Менің есімде сақта. Мен енді жай ғана үй мұрагері емеспін. Мен бір ұмытылған тағдырдың куәсімін. Гүлзада бұл әлемде бір кезде болған. Және енді менің міндетім оның шындығын айту. Нағашыбай атаның сөзінен кейін менің бойымнан бір сәтте жылулық кетіп қалғандай болды. Мен өзім тұрған үйді енді бұрынғыдай қарай алмадым. Әжемнің үнсіздігі, анамның бұл үй жайлы ешқашан тіс жармауы, барлығы себепті екен. Кеше үйге қайтып келген соң әжемнің ескі киімдері тұрған бөлмеге кірдім. Бұрын кірмеген едім. Шкаф іші ақтарып отырып, ең төменгі сөренің артында қабырғаға жабыстырылған қоңыр конверт таптым. Ішінде ескі кассета, бір фотоальбом және бір ғана парақ қағаз. Егер мен кетсем, бұл шындықты кімде болсын айтуға хақым жоқ. Мен оны аман алып қала алмадым. Мен оны жақсы көрдім, бірақ менің күйеуім. Менің көзім шарасынан шықты. Бұл хатты менің әжем жазған. Ол біреуді аман алып қала алмадым деді. Әжемнің күйеуі, яғни менің атам. Гүлзаданың жоғалуына қатысы бар ма? Ауыл кітапханасынан ескі магнитофон тауып алдым. Кассетаны қосып көрдім. Скрипкамен басталған тыныш музыка. Сосын бір әйелдің дауысы: Гүлзада, кешір, мен қолымнан келгенін істедім, бірақ сенің жаның тыныштық таппағанын сеземін. Дауыс әжемдікі. Содан кейін есікті ер адам дауысы естілді. Ол бізге тыныштық бермейді. Ол қыз бұл үйге келгеннен бастап бәрі өзгерді.
Мен бұлай жалғастыруға дайын емес, жабу керек бір жола. Дауыс атамның дауысы. Менің қолым дірілдеді. Бірдеңе істеген. Олар Гүлзадаға бірдеңе істеген. Ол жай ғана жоғалып кетпеген, оны шапқан. Сол түні мен артқы сарайға қайта бардым. Бұл жолы күнделікпен фотоны алып, еденді тексердім. Ағаш еденнің бір бөлігі басқа дыбыс берді. Жеңіл, астында бос қуыс бар. Шегелерін суырып, тақтайды көтеріп едім. Сүйек қалдықтары, баланың емес, жасөспірім қыздың. Киіммен бірге ақ көйлек, сол суретте қыздың көйлегі. Сол сәтте денем қатып қалды. Бұл Гүлзада ешқайда кетпеген. Ол сол үйдің артында сарайда көмілген. Жылдар бойы тыныштық іздеген. Мен жергілікті полиция бөлімшесіне бардым. Барлығы күнделікті кассетаны, сүйекті көрсеттім. Іс қайтадан ашылды. Ауылда гу-гу. Әжемнің аты, атамның аты жаңадан әңгіме өзегіне айналды. Бірақ ешкім таң қалмады. Себебі бәрін білген, тек үндемеген. Көрші Қатира апай маған қарап тұрып айтты: "Біз қорықтық қызым, сенің әжең мейірімдеді, бірақ күйеуі қатыгез болатын." Біз баланың жылағанын еститінбіз, бірақ үнсіз қалдық. Енді Гүлзаданың рухы ғана емес, менің де ішкі тыныштығым табыла бастады. Бірақ бір сұрақ маза бермейді. Мен осы үйге қаламын ба? Сүйек табылғаннан кейін полиция мен сарапшылар келіп, үйдің сарайы түгел шолып шықты. Гүлзаданың жоғалуы енді жоғалу емес, кісі өлім ретінде тіркелді. Менің әжем марқұм, атам да баяғыда қайтыс болған, бірақ шындықты енді үнсіз қала алмады. Гүлзадаға арнап ауыл мешіті жанына жеке жер белгіледі. Бүкіл ауыл жиналды, ал мен бірде-бір туысымды көрмедім, себебі ешкім келмеді. Сол сәтте жүрегімде бір ғана ой болды. Мен оны тірідей білмедім. Бірақ енді оның тағдыры ешкім ұмытпау үшін мен барымды салам. Гүлзадаға дұға жасалды, Құран оқылды. Ешкім жылаған жоқ, бірақ барлығының жанарында өкініш пен ұят байқалды. Сол түні мен бұл үйге соңғы түнім болатынын білдім. Мен Гүлзаданың күнделігін, фотосын, дәптерін, кассетасын бәрін кішкентай сандыққа салып, сарай ішіне апарып көмдім. Ол тыныштық тапсын дедім. Сол түні сағат қайтадан 2:13 болды. Мен терезеге жаққа бардым, бірақ айнаның алдында бір сәтте өзімді жалғыз емес сезіндім. Жарықта қосып қарасам ешкім жоқ, бірақ айнаға жақындап қарағанда өз бейнемнің жанынан кішкентай ақ көлеңке күлімсіреп тұр екен. Сосын жаймен ғайып болды. Келесі күні мен ауылға кеттім. Үйді сатпадым, кілтті мешіттің иманына қалдырдым. Ол үйді енді күнәсіз жанның естелігі сақталған жер. Тек мен ғана емес, бүкіл ауыл бұл шындықты мәңгі ұмытпайды. Балаларға болашақ үнсіз қамаудың сабағы болып қала береді. Мен енді үй иесі емеспін. Мен бір жоғалған тағдырдың куәсімін. Гүлзада енді үнсіз емес, ол тыныштық тапты. Бірақ сен, тыңдарман, бұл әңгімені естідің. Енді сен де үнсіз қалма. Әрбір үнсіз шындықтың артында бір жанның шырқыраған дауысы жасырулы. Тіркеліп, лайк басыңыз және бұл оқиға туралы не ойлайсыз, соны комментарийға қалдырыңыз.